Сәлем канал көрермендері. Сонымен пенсияға шығатын әйелдердің 1/3 жұмыссыз. Жолдауда мемлекет басшысы әйелдердің пенсия жасын 2022 жылға дейін 61 жас деңгейінде қалдыруды тапсырды. Қазір жауапты министрлік заңда өзгерістер енгізіп жатыр. 61 жаста зейнетке шығатын әйелдердің нақты саны жақын арада белгілі болады. Елімізде 50 мен 60 жас арасындағы әйелдердің 1/3 жұмыссыз, яғни зейнетақысы өте төмен, шамамен 17 000 теңгені құрайды. Оларды жұмыспен қамту үшін арнайы бағдарлама жұмыс істеп тұр. Күміс жас аясында зейнеткер жасына тақаған азаматтарды, оның ішінде әйел азаматшаларды жеке көмекші, әлеуметтік қызметкер, кеңесші деген лауазымдарға жұмысқа орналастыра алады. Ол жұмыс үшін оларға еңбекақы төленеді. Мысалы, 2023 жылы осы бағдарлама бойынша жұмысқа орналасқандарға 90 000 теңге шамасында еңбекақы төленетін болды, дейді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Назгүл Сағындыкова.